Ауыл халқының жағдайын жақсарту мақсатында мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес ағымдағы жылдан бастап ауыл аманаты жобасы 6 бағытта іске асырылуда. Бұл мақсатта бюджеттен біздің облысқа 19,8 миллиард теңге бөлінді. Пилоттық жобаға 64 ауылдық округ белгіленіп, бүгінгі дейін 15,6 миллиард теңгесі немесе 2632 жоба қаржыландырылды. Жобаны іске асыру нәтижесінде 3413 жаңа жұмыс орны ашылады, қосымша 30 миллиард теңгеге өнім өндіріледі. Жобаға қатысушылардың орташа табысы өседі, және де атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны азаяды деп күтілуде. Шағын және орта бизнесті дамыту үшін облыста қолайлы климат қалыптасқан, кәсіпкерлік субъектілерінің саны биыл 28 мыңға артып, жалпы 213 мың бірлікті құрап отыр. Жыл басынан бері 1 триллион теңгеден астам өнім шығарылып және қызмет көрсетілді. Кәсіпкерлер 21,3 миллиард теңгеге жеңілдетілген несиемен қамтамасыз етілді. Келесі жылы несиелендіру көлемі 40 миллиард теңгеден асыруды межелеп отырмыз.